Ау, Қылышбек. Русь, досы. Өмір алма кезектегі осы екен, мынау полицияларға түсіп қалды. Қаяқтасыңдар? Шығарбашы. Русь, шығарбашы. Әметтен бері еш нәрсе жеген жоқпын. Қарным ашып. Басы ауырып кетті. Шынымды айтсам, шығарбасаң ше, мен арақ ішпеймін, шынымен. Рас айтамын. Жынды екен ғой. Қай жердесіңдер деймін? Аль-Фараби деді ғой, Аль-Фараби деді. Русь, білесің ба? Братан, берші, естіп алау деймін. Қылышбек. Алло. Че там, брат? Кетіп бара тұрған о? Дәл өзі ғой. Не істейміз, кеттік па? Тұра тұр, сәл ұзасын енді. Кеттік. Суық қонған ше. Ят болды. Русияға мейлі жататын. Ят болды. Рахмет, дос. Неге тыныш жүрмейсіңдер? Не жүрсен, мынау? Болып қалды енді солай. Жоқ, анау арақ деген бәлені қашан қоясыңдар? Арақ деген... Арақ деген барлық жамандықтың бастауы. Қойсаңдар, жастарымызды пәленбайға келіп. Артынан бала шағаларын өсіп келе жатыр. Не тәрбие бересіңдер? Дұрыс айтасың, дос. Қоямыз, Қоямыз. Ят болды. Кел әтір өзді соған қарай. Жігіттер, ертең мен үшін маңызды күн. Үлкен жобаны қорғайтын күн. Арманға бірақ қадам қалды. Жақсы. Өткенде де қайтып кеткен едіңдер, жүріңдер үйге. Үйге жатып, ертең азында маған қолдау боласыңдар. Ерекше боласыңдар. Рахмет, дос. Сен негіз бәрін дұрыс айтып отырсың. Дұрыс. Біздікі ят болды. Бүгін мен анау кішкентай Дамирім туған күні ғой. Одан да тортымды алып, баламды қуантайын үйге барып. Балаша мен отырып, келіншегіммен шай ішіп. Рас па? Тек қана торт. Тек қана торт. Ары кетсе сок. Сок енді міндетті түрде ол. Бәде? Бәде? Мен де бала шағама барып, қойларым күтіп отқан шығар. Бәде. Бәде. Жақсы онда жігіттер. Үйге барып дем алып, азында жұмысқа барайын. Сәттілік тілеп қойыңдар. Сәттілік тілейміз ғой. Жақсы, дос. Аман есен өткізіп ал, досым ау. Соғың болсын. Рахмет. Аман есен жетіп алдыңдар. Рахмет. Қарачай қылшы. Қандай досымыз бар, Дос деген осындай болу керек қой. Қарашы, екеуміздің осыншама еркелігімізді көтерді ғой. Қыңқ еткен жоқ қой. Қаш, өзі қалада оқып ауылға келді. Ауылға өзінің мамандығы болмаса да, тышыдан сабақ берді. Қарайым, сол тышыдан сабақ беріп жүріп, қалаға келіп, осындай достижениеге жетіп өтті. Біз осыдан мотивациялауымыз керек қой, Рүстен. Дұрыс айтасың. Ереке. Давай, Рүзияның да көңіліне бір әдемі болып қалсын. Давай, ішпейміз, қояйық. Қояйық. Мен сөз берем. Мен де сөз берем. Болды, кеттік, ауылға қайттық. Жаңа, не еді, андырай бермес, соны. Біз үйге барамыз, Барамыз. Торт аламыз ға? Болды. Біз үйге барамыз. Мен бас киім қайдыңыз, бас киім жоқ қой. Білмеймін қайдан алған. Бұл жақсы емес.
Аллам, өзің жар бола көр. Отбасыма, бала шағама, бауырларыма, алыс жақын туысқандарыма деннің саулығын тілеймін. Руслан баламның жұмысын жеңілдетіп, абыройын асқақтата көр. Әр уақытта дені сау болып, жүргенде жолы болып, көргенде жақсылық той болсын. Амин, Аллаху акбар. Ау, мам. Жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Рахмет, мам. Айтқаныңыз келсін. Балам, қолың тимей жатыр ғой деймін. Жұмысыңа кедергі жасамайын, өзің хабарласасың ғой жұмыстан кейін. Хабарласам ғой? Иә, аман бол айналайын, аман бол. Аға, жақсы. Түсінбедім. Қап. Бауырым, Бәйдібекке қарап айдашы. Кезетші өтмеші. Иә, бұйырса біздің компания 2 жоба ұсындық. Соған сенім артып отырмыз, иә. Әрине, біз тіркеп қойсаңыз болады. Жарайды, сау болыңыз. Братан. Мен саған братан деп жұмысты айтпа деп қанша айтам е? Не болды? Братан, мынаны қарасай. Түсінбедім. Русланның компьютердегі жұмыс, жоба бәрі осының ішінде. Русланның қарды ғой. Оны маған қожат бірсіңе тақсай, шақ. Не үшін алу оны? Менде басқа вариант қалмады. Шақ. Жүр енді. Сәке. Кім еді? Сен кіре берші бар. Да? Иә, Сәке. Әрине қуаныштым. Иә. Сол жұмыста? Алло. Телефон не болма? Бергел. Бекзат, сөздің қысқасы. Саған жестко тапсырма. Бізде Русланды білесің ғой? Иә, өзіміз Руслан. Сол қазір келсе. Пресс-конференцияларға кіргізбе. Сөздің қысқасы жібермей ол жаққа. Түсіндің ба? Түсіндім. Кірмейтін болсын. Егер ол кіреді, сен жұмыста шығасың. Ол кірмейді, сен жұмыста қаласың. Түсіндің ба? Түсіндім. Понял? Понял. Ну все. Короче, давай. Келатыране, қарама. Ассалаумалейкум, Бекзат. Қайда? Қайда дегеніз? Конференциялға? Саған ішке кіруге болмайды. Неге? Бастық солай деді. Руслан жібермей деді. Қандай бастық? Ана Мерей ма? Иә. Басымды ауыртпашы. Жоқ. Сен кіріп кетсең мен жұмыстан шығарып жібереді. Білесің, бір айлыққа қарап отырмын. Бала шағам осымен барып отырмын. Түсінші. Бастық ес, бастық қой. Жарайды. Мен сені түсінемін. Бірақ Бекзат, сен атым болып қаш. Ренжімеш, Руслан.
Алло, Жәудір, тез жинал. Ауылға айтамыз. Апа, келіңіз шайға. Руслан қайда? Қазір апа айтқам, келеді ғой. Ойбай, онда шайыңнан құйып жібердім. Жақсылап бір шай ішіп болайық. Ке, балам. Балалар қайда? Шай ішпей ма? Ауылды сағынған ғой. Ерке баламен кеткем жаңа. Сағыныштар кішкене басылсын. Алтындарым-ау, құлындарым-ау, ауылды әбден сағынып қалыпты. Арман ағасының қасынан шықпайды. Кішкене ойнай тұрсын, сосын шай ішіп алады ғой. Балам, тыныштық па? Тыныштық, мам. Айта берсеген бәрі жасырмай. Қаласы құрсын. Енді ол жаққа аяқ баспаймын. Балам, бастаған ісіңді соңына дейін жеткіз. Қиыншылықсыз өмір болады ма? Сабыр түбі сары алтын деген. Адамның айтқаны болмайды, Алланың дегені болады деген. Шырағым. Өмір дегеніңнің өзі өте қиын, балам. Балам-ай, бәрі жақсы болады, Құдай қаласа. Жеп отырып, балам. Мына біреу жақсы екен. Жұмсақ. Жұмсақ. Я тыңдап тұрмын. Қалай? Жарайды. Я түсіндім. Аллаға шүкір. Ой,